Сәлем оқушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз сағат тілдерінің арасындағы бұрышты табуға берілген есептер. Яғни сағат тілдерінің арасы дегеніміз, мына сағаттық тіл мен минуттық тіл арасында мына бұрыштық өлшем болады. Сол градустық өлшемдерді қалай табуға болады, бүгінгі видеосабақта үйрететін боламын. Сағаттың сағаттық тіл мен минуттық тіл арасындағы табу формуласы осы бір ғана формула бар. Яғни мынау фи дегеніміз, мына фи әрпі бұрышты белгілейтін грек алфавитіндегі әріп, яғни осы бұрыш тең болады. Модуль таңбасының ішінде 60s азайту 11m бөлу 2 деген формула бойынша анықталады. Бұл жердегі s дегеніміз ол сағаттық көрсеткіш, m дегеніміз ол минуттық көрсеткіш. Яғни осыны біз тек қана орнына қойып есептеп табатын болсақ, сағаттық тіл мен минуттық тіл арасындағы бұрыш шығады. Қазір оны есептеп көрсетемін. Мысалы, мына есепке қарайық. Сағаттық тіл мен минуттық тіл 4 сағат 24 минутты көрсетіп тұрса, онда олардың арасындағы бұрышты табыңыз дейді. Яғни жаңағы формуланы жазайық. Ол формула бізде бұлай түрде жазсақ та болады. 60s азайту 11m бөлу 2 деп. Енді қазір s дегеніміз бұл жерде не? 4 сағат, сағаттық көрсеткіш s деген, ал m деген минуттық көрсеткіш, яғни 24-ті. Болды, енді s пен m-нің орнына қоя саламыз. Сонда 60 көбейту 4 азайту 11 көбейту m бізде 24-ке тең, бөлу 2 тең. 60 мен 4-тің көбейтіндісі 240, азайтамыз 11 мен 24-ті көбейтсек 264, бөлеміз 2-ке. 240-тан 264-ті азайтатын болсақ, минус 24 болады. Минус 24-ті 2-ке бөлетін болсақ, 12 шығады, яғни 12 градусқа тең екен есептің жауабы. Вот түсіндіре алдым, яғни формулада біз s-тің орнына сағаттық көрсеткішті, m-нің орнына минуттық көрсеткішті қойып есептей саламыз. Не үшін модуль? Өйткені бізде градустық өлшем теріс мәнмен берілмейді. Сол үшін де біз модуль таңбасының ішіне алып, мына минус 24-тен 24-ті шығарамыз, 24-ті 2-ке бөліп 12 деп жауабын табуға болады екен. Түсінікті, ары қарай. Келесі есеп. Сағаттың минуттық тілі 20 минут ішінде қандай бұрышқа бұрылады дейді. Енді қарайықшы, бізге мысалы бір сағат берілді. Мысалы, сағат. Оны сандарды орналастыратын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, мына жерде 11, 12. Енді қараймыз. Мысалы, минуттық тіл. Мысалы, бірде мына жер 15 өтті болсын бірінші бастапқыда. Мына 20 минут ішінде дейді, қандай бұрышқа бөлінеді, қандай бұрышқа бұрылады дейді. Яғни, мына 3-тен бастап 20 минут өтетін болса, тіліміз мына жерге келеді, 20 минутта. Яғни, мына арасындағы бұрышты табу керек екенбіз, қаншаға тең екенін. Бұл жерде формуланы қолданып табуға да болады. 2 рет бұрыштық өлшемді, мысалы 1.15-те қанша көрсетіп тұр, сосын 1.35-те қанша көрсетіп тұр, Сол кезде екеуінің айырмашылығын табуға болады. Тағы да бір әдісі, біз білеміз, мына шеңбердің градустық өлшемі жалпы 360 градусқа тең. 360 градусқа тең. Ал енді осы 360 градустың ішінде 60 минут бар. Соны біз 60-қа бөлетін болсақ, 360-ты 60-қа бөлетін болсақ, 6 градус шығады. Бұл дегеніміз не? Яғни 1 минутта 6 градус бар деген мағынаны береді. Сондықтан бізде 20 минутқа бұрылып тұрма, 20 минутымыз қанша градус болып табу үшін, мен не істеймін? 6-ны 20-ға көбейте салам, болды 6 градусты. Сонда 120 градус деген жауапты алады екенбіз. Оңай ғана тиімді тәсілмен осылай есептейміз. Просто біз білуіміз керек, 1 минутта 6 градус бар екен. Түсінікті, ары қарай. Үшінші есеп. Егер электронды сағат 14-14 көрсетіп тұрса, онда осы уақыттың механикалық сағатта сағаттық тіл мен минуттық тіл арасындағы бұрыштың табыңыз дейді. Бұл жерде s дегеніміз ол 14 деп тұр, бірақ біздің сағатымызда нешені көрсетеді? Ол 2-ні көрсетеді, дұрыс па? Ал минут ол 14 минут деп тұра береді. Бағана формуланы орнына қоямыз. Сонда 60 көбейту 2 азайту 11 көбейту 14, оны бөлеміз 2-ке. Мына s-тің орнына 2-ні қойдым, m-нің орнына 14-ті қойдым. Каждый раз формуланы жазып, орнына қойып көріп есептейік. Так, сонда 60-ты 2-ке көбейтеміз 120, 14-ті 11-ге көбейтетін болсақ 154, соны бөлеміз 2-ке. 120-дан 154 азайтсақ минус 34 болады. Минус 34-тен модульден 34 шығады, оны 2-ке бөлетін болсақ, 17 градус деген жауапты алады екенбіз. Яғни 14-14-ті көрсетіп тұрған кезде бізде механикалық сағатта сағаттық тіл мен минуттық тіл арасында бұрыш 17 градусқа тең екен. Түсіндіре алдым, ары қарай. Сағаттың минуттық тілі 1 сағат ішінде неше рет айналады дейді. Сағаттың минуттық тілі 1 сағат ішінде неше рет айналады. Бұл жерде өзіміздің логикамызды іске қосамыз. Кішкене ойланамыз. Яғни бізде сағат беріліп тұрған болсам, мына сағаттық тіл, мысалы
сандарды жазбай қояйын. Мына сағаттық тіл, мына минуттық тіл деген. Мысалы, осы минуттық тіл, мынау 1 сағаттың ішінде дейді. Мына 1 сағат ол бізде 60 минутта айналады, иә. Мына минуттық тіл 1 рет айналған кезде сағатымыз 1-ге артып отырады. Яғни 1 сағаттың ішінде жауабы. Сағаттың минуттық тілі 1 рет айналым жасайды. Давайте осы есепті өзіміз ойланып көрейік, кішкене сағатты көз алдымызға елестетіп көрейік, чтобы мына минуттық тіліміз 1 рет айналған кезде, түгел мына сағатты 1 рет айналған кезде бізде не болады? 1 сағат уақыт өтеді екен. Яғни 1 сағаттың ішінде минуттық тіл 1 рет айналым жасайды. Түсінікті? Ары қарай. Суретте көрсетілген уақыттың сағаттық тілі мен минуттық тілі арасындағы бұрышын табыңыз дейді. Яғни формуланы жазамыз тағы да. 60s азайту 11m бөлу 2. Бұл жердегі S дегеніміз не? S дегеніміз сағаттық тіл бізде 10-ды көрсетіп тұр, ал M дегеніміз минуттық тіл бізде тоже 10 минутты көрсетіп тұр. Яғни 10-нан 10 кеткендегі уақытты көрсетіп тұр. Арасында бұрышты табамыз. Сонда 60 көбейту 10, азайту 11 көбейту 10 бөлу 2-ге тең болады. 600 азайту 110 бөлу 2. 600-ден 110-ды азайтатын болсақ 490. 490-ды 2-ге бөлеміз. 245 градус. Енді қараңыз, 245 градус біз ойлауымыз мүмкін, мына жер 245 градус емес қой деп, 245 градус біздегі постоянно естеріңізде сақтап қалыңдар осы нәрсені. Сағаттық тіл мен минуттық тілдің мына ішкі бұрышы болады, сосын мына сыртындағы тоже мынадай тағы екінші бұрышы бар, Яғни, енді қараймыз, егер кейде есептеу барысында дәл осындай есеп келіп, сендер 245 градус деп шығарған болсаңдар, егер ол вариантта болмайтын болса, белгілейтін вариант нұсқасында болмайтын болса, ол кезде былай жасаймыз. Шеңбердің жалпы градустық өлшемі 360 градус қой, содан мына біздің есептеп тапқан градустық өлшемді азайтамыз 245-ті. Сонда бізде не шығады? 115 градус деген шығады. Бұл 115 градус біздің мына жеріміз міне. Ішкі бұрыш, ал 245 бізде сыртқы бұрыш. Түсінікті, кейде есептеу барысында 115 градус шығып қалуы мүмкін, бірақ вариантта болмай қалса, сразу аламыз да 360-тан 245-ті азайтып тауып кетеміз. Яғни сағаттық тіл мен минуттық тілдің арасындағы бұрыштар 2-ге бөлінеді екен, ішкі бұрышы және сыртқы бұрышы деп. Кейде ішкі бұрышын тап, сыртқы бұрышын тап деп берілмейді. Сол үшін біз міндетті түрде егер вариантта шықпай қалатын болса, сразу аламызда 360-тан сол тапқан градустық өлшемді азайтып тастаймыз. Егер түсініксіз болып жатқан болса, видеоны артқа қайтарып, қайтадан тыңдап көрейік. Кеңес беремін. Келесі. Суретте көрсетілген уақыттың сағаттық тілі мен минуттық тіл арасында бұрышты табыңыз дейді. Формуланы жазамыз, постоянно ерінбейміз, тест кезінде емес, но бірақ өзіміз есептеу барысында біз қалай қолданып жатырмыз, оны бәрін қайта-қайта жазатын болсақ, есімізде қалады. Ал нағыз емтихан кезінде оны былай жазып отыруға болмайды, бірден уже автоматты түрде орнына қойып кете беру керек. Так, 60-ты көбейтеміз, сағатымыз қанша? 2 сағат. Азайту 11 көбейту минутымыз 45. Бөлу 2 тең. 60 пен 2-ні көбейтіндісі 120, 11 мен 45-ті көбейтетін болсақ 495. Соны 2-ге бөлеміз. 120-дан 495-ті азайтатын болсақ, минус 375, модульден 375 шығады. Бөлеміз 2-ге. Тең болады 187,5 градус. Ал егер екінші бұрышын тап деп жатқан болса, екінші бұрышын градустық өлшемін табу үшін, жаңа айтқандай 360 градустан азайтамыз 187,5 градусты. Сонда шығады 172,5 градус. Яғни 2 өлшем болады, біреуі мынау, екіншісі мынау. Жалпы түсіндіре алдым деп ойлаймын. Өте қарапайым есептер, кішкене логиканы іске қосамыз, ойланамыз, көз алдымызға елестетеміз. Біз елестетіп суретін алдына салып алған кезде ғана біздің есебіміз уже 80% шықты деп есептелінеді. Сол үшін бәрімізге сәттілік. Ал енді осыған байланысты тапсырмаларды видеоның төменгі жағынан орындаймыз.